Апай, анау кітапты беріп жібересіз бе? Слово «апай» мы употребляем по отношению к родной сестре или незнакомой женщине. Здравствуйте! Это очередной выпуск программы обучения казахского языка. Меня зовут Бахытжан Турсунов, и мы начинаем. Добрый день, уважаемые друзья! Сегодняшняя тема нашего урока – семья и члены семьи. Қайырлы күн, құрметті достар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – отбасы және отбасы мүшелері. Сначала давайте узнаем, как в казахском языке называют членов семьи. Ең алдымен, қазақ тілінде отбасы мүшелерін қалай атайтындығын біліп алайық. Родители – ата-ана, либо әке-шеше. Итак, обратите внимание на экран. Слово ата-ана и әке-шеше всегда пишется через дефис. Қазақ тілінде ата-ана және әке-шеше сөздері үнемі дефис арқылы жазылады. Например, твои родители приедут на концерт? Мысалы, сенің әке-шешең концертке келе ме? Давайте еще раз повторим. Родители – ата-ана, әке-шеше. Старший брат – аға. Младший брат – іні. Например, у меня есть два старших брата и один младший. Мысалы, менің екі ағам және бір інім бар. Давайте повторим. Старший брат – аға. Младший брат – іні. Старший брат – аға. Младший брат – іні. Старшая сестра – әпке. Старшая сестра – әпке. Младшая сестра – қарындас, либо сіңлі. Младшая сестра – қарындас, либо сіңлі. Обратите внимание на экран. Слово «қарындас» в казахском языке могут использовать только мужчины, а слово «сіңлі» только девушки. Экранға назар аударыңыздар. Қарындас сөзін қазақ тілінде тек ер адамдар ғана қолдана алады. Ал сіңлі сөзін тек нәзік жандылар қолдана алады. Например, у меня есть две старшие и две младшие сестры. Мысалы, менің екі әпкем және екі қарындасым бар. Немесе, менің екі әпкем немесе екі сіңлім бар. Итак, давайте повторим. Старшая сестра – әпке. Младшая сестра – қарындас, либо сіңлі. Старшая сестра – әпке. Младшая сестра – қарындас, либо сіңлі. Стоит отметить, что слово «қарындас» в казахском языке мужчины могут использовать не только к сестре, но и к незнакомым девушкам. Қазақ тілінде қарындас сөзін ер адамдар тек қарындасына ғана емес, сонымен қатар бөгде қыздарға да қолдана алады. Например, девушка, можно с вами познакомиться? Мысалы, қарындас, сізбен танысуға бола ма? Здесь идет обращение не к сестренке, а к незнакомой девушке. Бұл жерде қаратпа сөз қарындасқа емес, бөгде қызға бағытталады. Бабушка – апа, либо әже. Дедушка – ата. Например, мой дедушка очень мудрый человек. Мысалы, менің атам өте дана адам. Давайте повторим. Бабушка – апа, әже. Бабушка – апа, әже. Дедушка – ата. Дедушка – ата. Мать – мама. Она
шеше. Отец, папа, әке. Например, мой отец очень любит меня. Мысалы, менің әкем мені өте қатты жақсы көреді. Моя мама очень красивая. Менің анам өте әдемі. Давайте повторим. Мать, мама. Она, шеше. Мать, мама. Она, шеше. Отец, папа. Әке. Отец, папа. Әке. Уважаемые друзья, чтобы было вам понятнее, давайте разберем ситуацию из жизни. Құрметті достар, сіздерге түсінікті болу үшін өмірде кездесетін оқиғаны қарастырайық. Итак, ситуация в гостях. Сонымен, қонақта болған жағдай. Здравствуйте, Бақытжан. Сәлеметсіз бе, Бақытжан? Как дела? Қалыңыз қалай? Спасибо, хорошо. Рахмет, жақсы. Бақытжан, сколько вас в семье? Бақытжан, сіздің отбасыңыз қанша адамнан тұрады? Бақытжан, сколько вас в семье? Бақытжан, сіздің отбасыңыз қанша адамнан тұрады? Нас в семье 4. Это мама, папа, старший брат и я. Менің отбасым 4 адамнан тұрады. Ол анам, әкем, ағам және мен. Нас в семье 4. Это мама, папа, старший брат и я. Менің отбасым 4 адамнан тұрады. Ол анам, әкем, ағам және мен. Бақытжан, вы холостой или женатый? Бақытжан, сіз бойдақсыз ба, әлде үйленгенсіз бе? Бақытжан, вы холостой или женатый? Бақытжан, сіз бойдақсыз ба, әлде үйленгенсіз бе? Я женатый. Мен үйленгенмін. Я женатый. Мен үйленгенмін. А как зовут вашу жену? Сіздің әйеліңіздің есімі кім? А как зовут вашу жену? Әйеліңіздің есімі кім? Мою жену зовут Айжан. Менің әйелімнің есімі Айжан. Мою жену зовут Айжан. Менің әйелімнің есімі Айжан. Рад был встрече. Передавайте привет вашей семье. Кездескеніме қуаныштымын. Отбасыңызға сәлем айтыңыз. Рад был встрече. Передавайте привет вашей семье. Кездескеніме қуаныштымын. Отбасыңызға сәлем айтыңыз. Рубрика «Новые слова». Жаңа сөздер айдары. Бабушка. Апа, әже. Бабушка. Апа, әже. Дедушка. Ата. Дедушка. Ата. Мать, мама. Она, шеше. Мать, мама. Она, шеше. Отец, папа. Әке. Отец, папа. Әке. Родители. Ата, ана, әке, шеше. Родители. Ата, ана, әке, шеше. Старший брат. Ага. Старший брат. Ага. Младший брат. Іні. Младший брат. Іні. Старшая сестра. Әпке. Старшая сестра. Әпке. Младшая сестра. Қарындас, сіңлі. Младшая сестра. Қарындас, сіңлі. Уважаемые друзья, не забывайте, что данные слова вы можете использовать при общении с родственниками.
независимо от ситуации и места. До новых встреч! Келесі кездескенше!